Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қайнатылмайтын және де банкаға құюды қажет етпейтін өте дәмді огонек дайындаймыз. Кейбір өңірлерде кобра, чертополох немесе приправа деп те атап жатады. Қалай аталса да бұл өте дәмді болып шығады, әсіресе ер азаматтарға қатты ұнайды. Сондықтан менімен бірге дайындап көріңіздер. Огонекті дайындау үшін бізге қызанақ қажет болады. Менде бұл жерде 6,5 килограммдай қызанақ. Қызанақтың барынша етті, толықтай піскен дәмді түрін алыңыздар. Одан кейін болгар бұрышы қажет. Болгар бұрышының да қызыл түрін алыңыздар мейлінше. Укроп, хрен тамыры және де чеснок, ас тұзы мен аспирин таблеткасы қажет болады. Осылай барлығын дайындап аламыз. Қазір біз барлығын ет тартқыштан, яғни мясорубкадан өткізетін боламыз. Ол үшін қызанақты ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болатындай етіп, осылай 4 бөлшекке бөліп барлығын кесіп аламыз. Болгар бұрышында дәл осылай дәнінен тазалап кесіп аламыз. Енді ет тартқыштан барлығын өткізіп шығамыз. Ал ет тартқыш болмаған жағдайда барлығын блендердан өткізіп алсаңыздар болады. Жаңа айтып өткенімде қызанақтың барынша толықтай піскен, еттілеу, су татымаған түрін алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай менің қызанағым етті болып шықты және де сол себепті қоюлы осылай әдемі болып шығады. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алдық. Келесі кезекте дәл осылай болгар бұрыштарында ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бұрыштың да барынша қып-қызыл еттілеу сондай дәмді түрін алыңыздар. Менде кішкене көк аралас болып қалды. Менде бұл жерде дәнінен тазалап есептегенде 1,5 килограммдай бұрышты қостым. Енді тартқыштан өткізіп алғаннан кейін осылай жаңағы тартылған қызанағымыздың үстінен құямыз. Келесі кезекте біз сарымсақты ет тартқыштан өткіземіз. Менде бұл жерде 400 граммға жуық сарымсақ. Сарымсақпен бірге ет тартқыштан хреннің тамырында қосып жіберіңіздер. Хреннің тамыры табылмай жатқан болса, мүлдем қоспай қоюға да болады. Мінекей хрен мен чеснокты осылай өткізіп алдық. Енді жаңағы массамыздың үстінен саламыз. Енді біз соңында қаласаңыздар осылай ас көкті, укропты ұсақтап турап қосып жіберсеңіздер болады. Сонымен қатар кенза қоссаңыздар да болады, яғни өздеріңізге ұнайтын кез келген ас көкті қосуға да болады. Ал егер мүлдем ұнатпасаңыздар, мүлдем қоспай қоюға да болады. Турап алғаннан кейін жаңағы массамыздың үстінен саламыз. Енді біз барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Тағы да айта кететін нәрсе, егер ащыны ұнататын болсаңыздар, ащы қызыл бұрыштан дәміне қарай 2-3 данасын қоссаңыздар болады. Мен балдар жей алмай қалмас үшін қосқан жоқпын, және де хреннің де өзінің кішкене ащы дәмі шығады. Егер қаласаңыздар, сіздер қосыңыздар. Енді біз дәміне қарай тұз қосамыз. Бірінші мен 2,5 ас қасықтай тұзды салдым. Одан кейін кішкене кемдеу сияқты болып көрінді. Соңында тағы да 1 ас қасықтай қостым. Сонда жалпы 3,5 ас қасықтай тұз салдым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бізге міндетті түрде осындай аспирин таблеткасы қажет болады. Аспирин ол огонектің атылып кетпей, ашып кетпей жақсы сақталуына көмектеседі. Сондықтан міндетті түрде қосыңыздар. Қосар алдын жаңағыдай оқтаумен жақсылап ұнтақтап алыңыздар. Сол кезде жақсы еритін болады. Осылай аспириннің барлығын қосамыз. Мен осы тұрған бір пачкасын, яғни 10 данасын қосып шықтым. Тағы да барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің огонегіміз осымен дайын, бірақ біз әлі пластик бутылкаларға, яғни баклажкаларға құймас бұрын бір түнге бетін жауып қойып қоямыз. Кішкене салқындау жерге қойыңыздар. Сонда біздің огонегіміз, ішіне қосқан тұзымыз, аспирин барлығы жақсылап ериді, және де көріп тұрғандарыңыздай кішкене бір көтеріліп, кішкене көпіреді. Менде бір түн тұрды, кішкене салқындау жерге қойыңыздар. Тағы да барлығын жақсылап араластырып алып, осы сәтте дәмін көрсеңіздер болады. Тұзы аздау болса тұз қосыңыздар. Енді біз дайын болған огонекті баклажкілерге, яғни пластик бутылкаларға құйып шығамыз. Пластик бутылкалардың ішін бірінші жақсылап жылы сумен 3-4 рет шайқап, жақсылап жуып алыңыздар. Өздеріңіз қалаған көлемдегі баклажканы қолдансаңыздар болады. Мен барлығын жуып тазалап дайындап қойдым. Енді дайын болған огонегімізді осы баклажкаларға құйып шығамыз. Құятын кезде бізге міндетті түрде осындай воронка қажет болады. Воронканың көмегімен құйып шығамыз. Егер өтпей жатқан болса, осылай сілкілеп жіберсеңіздер, тез әрі оңай өтіп кететін болады. Осылай
осылайша біз барлық баклажкаларымызды толтырып шығамыз. Менде жалпы бұл жерде 8 литрден аса огонек шықты. Енді бұны біз тоңазытқышқа сақтасақ болады, немесе арнайы банкаларды сақтайтын жерге қойсақ болады. Ең бастысы қатты ыстық емес жерге сақтағандарыңыз дұрыс. Осылайша ұзақ уақытқа дейін сақтауға болады. Ешқандай ашымайды, ешқандай атылып кетпейді. Сондықтан қорықпай жасап көріңіздер. Қайнатылмаса да өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Біздің өзіміздің отбасымызға қатты ұнайды. Қою тағамдармен, палаумен жегенге өте керемет үйлеседі. Сондай-ақ томат пастасының орнына қолдансаңыздар болады. Сіздер қалай жасайсыздар? Өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөлісіп комментарий қалдырыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.